Қарыз ораза деген не? Қаза оразаның маңызы. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бүгінгі тақырыбымыз өте маңызды тақырыптардың бірі. Қарыз ораза, яғни қаза ораза туралы. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыз. Көп адамдар қарыз ораза деген не? Қанша күн қарызым бар екенін қалай білемін? Қашан өтеу керек? Қарыз оразаны ұстамай нәпіл ораза ұстауға бола ма? Егер өтемей қайтыс болса не болады? Осы сияқты сұрақтарға жауап іздейді. Бүгін осының барлығына тоқталамыз. Қарыз ораза деген не? Қарыз ораза Рамазан айында белгілі бір себеппен ұстай алмаған оразаның орнына кейін өтеуге міндетті ораза. Мысалы, ауырған адам, сапарда болған адам, әйел кісі етеккір немесе нифас кезінде, босану, емізу себепті ұстай алмаған жағдайда. Осындай жағдайларда ұстай алмаған ораза қарыз болып жазылады. Аллах тағала Құранда былай дейді: кімде-кім ауру немесе сапарда болса, басқа күндері санын толтырсын. Бұл Алланың бұйрығы. Қарыз ораза ұстау парыз. Қарыз ораза жай қосымша ғибадат емес, бұл парыз. Яғни адам қарызын өтемей тұрып, нәпіл ораза ұстаса да, парыз міндет мойнынан түспейді. Сондықтан ең бірінші орында қарыз ораза. Қанша күн қарыз екенін қалай есептейміз? Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Соңғы жылдары қанша Рамазан өткізіп, қай күндері ұстамадым деп. Сол күндері шамалап, есептеп шығу керек. Егер нақты санын білмесеңіз, көбірек шамамен есептеп, соны негізге алыңыз. Мысалы, 25 күн болуы мүмкін деп ойласаңыз, 30 күн өтеу сақтық үшін жақсы. Қарыз оразаны қашан өтеу керек? Қарыз оразаны өтеудің нақты бір күні жоқ. Рамазаннан кейінгі кез келген уақытта өтеуге болады. Бірақ созбай, мүмкіндігінше тезірек өтеу абзал. Өйткені адам ертеңгі күнге аман жететініне кепілдік жоқ. Қарыз оразаны бөліп ұстауға бола ма? Иә, болады. Мысалы, аптасына 1 күн, айына 3 күн, немесе қатарынан бірнеше күн. Қалай ыңғайлы, солай ұстай аласыз. Маңыздысы ниет етіп, үзбей өтеу. Ниет қалай жасалады? Түннен бастап немесе таң атпай тұрып, ниет еттім Алла разылығы үшін қарыз болған 1 күндік Рамазан оразамды өтеуге. Осы ниет жеткілікті. Қарыз ораза кезінде нәпіл ораза ұстауға болады ма? Ғалымдардың көпшілігі ең дұрысы алдымен қарызды өтеу. Мысалы, дүйсенбі, бейсенбі, ақ ай күндері, шәуәлдің 6 күні. Осылардың орнына қарыз ораза ниетімен ұстаса, әрі қарыз өтеледі, әрі сауап жазылады. Қарыз оразаны әдейі ұстамай қою үлкен күнә. Егер адам ұстай алатын бола тұра, жалқаулықпен, немқұрайлықпен қарызын өтемесе, бұл күнә. Өйткені бұл Алланың парыз еткен міндеті. Қарыз оразаны өтеуге шамасы келмейтін адам. Егер адам қартайған, ауыр науқас, емделмейтін дертпен ауырса, ондай жағдайда әрбір күнге пітір садақа сияқты фидия береді. Яғни 1 күнге 1 мұқтаж адамды тамақтандыру немесе соның құнын беру. Қарыз оразамен қайтыс болған адам. Егер адам қарыз оразасын өтемей кетсе, жақындары оның атынан садақа берсе, иншалла сауабы жетеді. Бірақ тірі кезінде өтеуге тырысу ең дұрыс жол. Қарыз ораза Аллаға деген махаббаттың белгісі. Адам, менің қарызым бар, соны өтейін деп әрекет етсе, бұл иманның белгісі. Аллах тағала, Алла тәубе етушілерді және тазаланушыларды жақсы көреді делінген. Бүгіннен бастайық. Егер қарыз оразаңыз болса, қорықпаңыз, ұялмаңыз, кейінге қалдырмаңыз. Бүгін ниет етіп, 1 күннен бастаңыз. 1 күн үлкен өзгерістің бастауы. Қорытынды. Қарыз ораза мойнымыздағы аманат, оны өтеу парыз. Парызды орындау жәннатқа апарар жол. Аллах тағала баршамызға қарызымызды өтеуді нәсіп етсін, ғибадаттарымызды қабыл етсін.
әумин. Бүгінгі ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, таратуға үлес қосыңыз. Басқа адамның қарыз оразасын есіне түсіріп, ораза ұстауына себепкер болып, сауап жинаңыз.